Ассалаумағалейкум ағайын. Жарылы болатын жігіт байталын атқа сатады. Жалғыз қалатын жігіт ағайын жатқа сатады депті аталарымыз. Өзімде болмасам да ағайында болсын, ағайында болмаса маңайында болсын деп, әуелі ағайын бауырларының тілеуін тілеген халықпыз. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейміз. Ағасы жақсының ауылы азбайды, жеңгесі жақсының жеңі тозбайды дейміз. Айта берсе, ағайын туыстың қадірін білдіретін, алтынға барабар асыл сөздеріміз аз емес. Ендеше сіз боп, біз боп, солардың біразына тоқталып өтейік. Бірге тумақ болса да, бірге жүрмек жоқ. Бала күнінде бір көрпенің астына сыйған адамдар, әрбірі бір-бір отбасын құрған соң, тұрмыстың талабымен, тірліктің ыңғайымен жан жаққа тарап кетуі заңды нәрсе. Келе-келе олар қазаны басқаның қайғысы басқа болып, әркім өз отбасының әбігерімен болып кетеді. Жетем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмір өтер сырғы бағып дегендей, отбасының жауапкершілігін мойнына алған отағасының жағдайында түсінуге әбден болады. Ағайынның алыстан сыйласқаны жақсы. Бір-бірін сүйіп қосылған, бір-бірінсіз өмір сүре алмастай болған ер мен әйелдің арасында да әртүрлі себептермен ыдыс аяқтың салдыры естіліп қалып жатады. Ал ағайынның арасында түсініспеушіліктер болып қалса, бекерге көңілдері суып кетуі мүмкін. Өмірде ондай жағдайлар болмай тұрмайды. Сондықтан мінездері сәйкеспейтін, шекісіп, шоқысып қала беретін ағайындар бір-бірін ығыр қылмай, сағынысып қана жолығып тұрса, қадірлірек болады. Ал ең дұрысы, мінезіңді көркемдеп, кешірім жолын ұстанып, кең пейілдік жасасаң, жақынырақ жүргенің әрине абзал. Өлеңді айта алмайды арындаған, мақтамас өзін өзі дарынды адам. Дос болмас бірін-бірі кешірмеген, бір-бірін туыс болмас сағынбаған деп, қазақтың қара өлеңдерінде айтылғандай, сағынысудың өзі туыстыққа тән қасиет қой. Ай көрмесе ағайын жат, жыл көрмесе жекжат жат. Қазақта көзден кетсе көңілден кетеді деген сөз бар. Адамның жаратылысына ұмытшақтық тән. Күн астында ып-ыстық болып жатқан темір құралды көлеңкеге қойып қойсаң, сәлден соң салқындап кететін секілді, адамдар да жиі көрісіп жүрмесе, бірте-бірте араларындағы жылы қарым-қатынастары суый бастайды. Ақырында бір-бірін іздемек түгілі, бір-бірінің бар екенін ұмытып та кетеді. Сондықтан жақын туыстар, ағайындар көбірек араласып, жиі-жиі қонаққа шақырысып тұрған жөн. Бала бірте-бірте алыстай береді. Әкесін әкемес жай таныстай көреді деп, ақын Қадыр Мырзалы айтпақшы, бүгінгі жақын дегендерің бір күні жат болып кетуі оп-оңай. Сосын бір күні ағайын ащы, мал тұщы деп отырғаныңды бірақ байқайсың. Бір ескерте кететін жағдай, ағайынды мен ағайын деген екі ұғым. Алғашқысы бірге туған дегенді білдірсе, кейінгісі немере, шөбере, кейде одан да әріректен қосылатын туыстарды айтады. Адам жылқы мінездес, алыста жүрсе кісінеседі, жақындап кетсе тебіседі. Сағынысып жүріп, сағынышы басылған соң әртүрлі мінез сыртқа шығып кете береді. Сондықтан кейде ағайынның алыстан сыйласқаны да жақсы. Ай батса қалар дала күңгірт болып, көктемде қой өледі қылғырт болып, барында бауырларды бағалайық, қалармыз біз де бір күн жым-жырт болып деп, қазақтың қара өлеңінде де бауырларды барынша бағалауға шақырады. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Қазақ жаман айтпай жақсы жоқ деген. Сондықтан біз де бардың қадірін білу үшін жоқтан бастайық. Мысалы, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Ойнап жүрген топ баланың ішінде көп ағайындылар да бар, бір атадан жалғыз да бар делік. Ағайындардың кез келгені жалғызды қағып соғып кете алады. Жалғыз бала қарсылық көрсетсе, ағайындылар жабылып кетеді. Жалғыз амал жоқ үнсіз қалып құтылады. Бұл жағдай үлкендердің де арасында кездесе береді. Жаяудың шаңы шықпас дегені
Бұрынғы ауылға кіретін көшелердің ешбірінде асфальт жоқ кезде ауылға атты адамдар келе жатса, алыстан шаң көрінетін еді. Ал жаяу қайтып шаңдатып келеді. Жалғыздық туралы тағы бір мақалдың бірі: жеңіме жамау түскенін жарылық сенен көремін. Жағама қолдың батқанын жалғыздық сенен көремін. Мақалдың алғашқы жолында жарылының, яғни кедей адамның бүтін киімі болмай, амал жоқ жыртығын жамап киетін айтылса, келесі жолында осы сөзді айтушы адам жалғыздықтан көрген жәбіріне налиды. Осы екі мақалдан кейін әуелгі